Қайырлы күн. Бүгін біздер мынадай өте әдемі, жұмсақ, дәмді цитрусовый бисквит дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Ингредиенттеріміздің мөлшерін описанияға жазып кетемін. Тұқымымызды жарып, қант салып, миксерменен араластырып аламыз. Үстіне жылы сүт құйып, қопсытқышпенен ванилин қосамыз да араластырамыз. Және еріген май қосамыз, тағы да араластырамыз. Енді үстіне ұн қосып, тағы да жақсылап миксерменен араластырып аламыз. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, видеомды соңына дейін қараңыздар. Рахмет. Консистенциясы қаймақ тәріздес болуы керек. Енді формамызды майлап, үстіне қант себеміз. Бұл жерде қант карамелевый әдемі түс беру үшін қажет. Апельсин менен мандариндарымызды сыртын тазалап аламыз. Және қалыңдығы 1 см қылып, апельсинімізді турап аламыз, ал мандаринімізді ортасынан қақ бөлеміз. Формамыздың астына салып аламыз. Үстіне сұйық қамырымызды құйып, тегістеп аламыз. «180 градуста қызып тұрған пешімізде 40 минут пісіріп аламыз. Дайын бисквитімізді толығымен суытып аламыз. Пышақтың ұшыменен формадан босатамыз. Бисквитімізді тарелкамызға төңкеріп салып, абайлап пергаментімізді аламыз. Өте дәмді және әдемі бисквитіміз дайын. Осы рецептпен сіздер де дайындап көріңіз, сізге де ұнайды деп сенемін. Сіздермен бірге болған сиқырлы тағам каналы және мен Дана. Ас болсын.